дәмі вообще ерекше бөлек. Жамы жақсы, жұмсақ, өте жұмсақ. Керемет. Замзам сияқты жұмсақ су. Дәмі зор екен, ерекше. Бәрібір бөлек жұмсақ кетеді екен. Мынау Ғорс деген құдық. Әлі су шығып жатыр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ішкен. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзі осы суды алып келуді бұйырған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Алиға айтады: "Я Али" дейді. "Иза митту ана фағсилуни би саб'i қирдин мин би'ри Ғорс" дейді. "Ей Али" дейді, "Мен дүниеден өтетін кезде 7 шелек теріден жасалған шелек, қирт деп аталады. Сол 7 шелек Ғорстың суын алып келіп, менің дүниеден өткеннен кейінгі мәйітімді жуындыршы" деп айтқан. Али радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламның өсиетін орындап, осы жерден 7 шелек су алып келіп, пайғамбарды өз қолымен жуындырған екен да. Осы құдық әліге де бар. Міне мына жаққа қарай кетіп бара жатырмыз. Ол жерде су беріп жатыр. Бұның суы Ғорс құдығының суы. Дәмі Замзамға ұқсайды, бірақ Замзам емес.